Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, сендер ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? Балалар, демек сендерге бүгін үй ішілік ертегісін айтып бергім келіп отыр. Тыңдаймыз ба, балалар? Қанекей балалар, бүгін бізде үй ішілік ертегісін айтып береміз. Балалар, бір күні орманда тышқан келе жатса. Бұл орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оны қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап, пи-пи-пи, сүйкімді кішкентай бұл үйшікте кім бар деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бұл үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп бақа келеді. Уа, сүйкімді кішкентай бұл үйшікте кім бар? Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Ал сен кімсің? Мен бақылдауық бақамын. Кел, бірге тұрайық. Бақа бақ-бақ деп бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшіктің қасына ытқып қоян жетеді. Сүйкімді кішкентай бұл үйшікте кім бар деп сұрайды. Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Уа, мен бақылдауық бақамын. Ал сен кімсің? Мен қорқақ қоянмын. Кел, бірге тұрайық. Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да, сүйкімді кішкентай бұл үйшікте кім бар деп сұрайды. Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Уа, мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Ал сен кімсің? Мен қу түлкімін. Кел, бірге тұрайық. Үйшіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болды. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ жылап қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен, сүйкімді кішкентай бұл үйшікте кім бар деп сұрайды. Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Уа, мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал сен кімсің? Мен сұр қасқырмын. Кел, бірге тұрайық. Қасқыр қысыла қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де, кішкентай үйшікке бесеу де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады. Тату-тәтті өмір сүреді. Бір күні жетек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақындап келіп, бар даусымен, сүйкімді кішкентай бұл үйшікте кім бар деп ақырады. Пи-пи-пи, мен тықырлауық тышқанмын. Уа, мен бақылдауық бақамын. Мен қорқақ қоянмын. Мен қу түлкімін. Ал мен болсам сұр қасқырмын. Ал сен кімсің? Мен қорбаңбай аюмын. Кел, бірге тұрайық. Аю ары-бері тырбыңдап үйшікке кірмекші болады. Бірақ оның басы енгенмен денесі сыймайды. Амалы таусылған аю, ендеше мен үйшіктің шатырына шығып тұрайын дейді. Жоқ, сен үлкенсің. Сені кішкентай үйшігіміз көтере алмайды. Қиратасың ғой деп шырылдайды іштегілер. Қорықпаңдар, түкте болмайды деп аю олардың сөздеріне құлақ аспайды. Кішкентай үйшіктің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю қорбаңдап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, ескі үйшік сықырлап, шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық бақа, қорқақ қоян, қу түлкі, сұр қасқыр барлығы аман-есен үйшіктен шығып үлгереді. Аюға олар ренжімейді. Қайта барлығы бірігіп, бөренелерді тасып, тақтайларды сүргілеп, жаңа үйшік тұрғызуға кірісіп кетеді. Осылайша достар, өздеріне әп-әдемі жап-жаңа үйшік қуатып, барлығы дос болып, жаңадан орманның ішіне әдемі үйшік тұрғызып, бәрі бірге тату-тәтті өмір сүреді. Балалар, сендерге осы ертегі ұнады ма? Жарайсыңдар балалар, енді мен сендерге келесі жолы тағы да басқа ертегі оқып беретін боламын.